Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү күн өзгөчө унутулгус жана кубанычтуу күн. Ооба. Куштун эки канатындай кыргыз менен казак калкы ажырагыс бир тууган элбиз. Ошол бир туугандыкты даңазалап, Казакстандан Алкисса фольклордук этнографиялык ансамбль келди. Ал эми Кыргызстандан Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбль катышат. Бул эки ансамбль жакында эле Алматы каласында биргелешкен чоң достук концертин тартуулашкан. Ал эми бул кечебиз Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын дипломатиялык катнашынын түзүлгөнүнүн 20 жылдыгына арналат. Кылымдар бою кубанычтуу күндөрдө бирге ырдап, кайгылуу күндөрдө бирге ыйлап, тоскоолдуктарды бирге жеңип, бүгүнкү күндө дагы эгемендүүлүктүн туусун бирге желбиретип келебиз. Миңдеген жылдары добуш өчпөй, кыргыз менен казакты даңазалап, шаңшып келаткан комуз менен домбуранын үнү бүгүн биздин залда жаңырмакчы. Ошентип, казак бауырларлар Хан Манастын жергесине куш келипсиздер. Анда эмесе алгы сөз Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук филармониясынын башкы директору Замирбек Алымкулович Үсөнбаевка берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу ыр ышкыпоздору, өнөрпастардын күйөрмандары. Бүгүн биз үчүн жалпы кыргыз элибиздин маданияты үчүн бир чоң окуя болуп атат биздин залда. Анткени көптөн бери дегдеп, сагынып, жүрөгүбүздө эңсеп жүргөн мына казак боорлошторубуз болгондо да казак элине аттын кашкасындай таанымал биздин өнөрпоздорубуз бизге мейманга келип атат. Мына ушул майрамды бирге өткөрөлү деп, ушул майрамда бирге бололу деп, ушул майрамда көңүлүбүздү бирге көтөрөлү деп мына сиздерди чакырдык. Азбы көппү келип бергениңиздерге чоң рахмат. Эң биринчи майрамыңыздар менен куттуктайм баарыңыздарды. Кыргыз казака өздөрүнүн эмгеги менен, өздөрүнүн таланты менен, өздөрүнүн акыл кайраты менен эмгек кылган биздин инсандарыбыз келип отурат. Эмесе мен ошолорду чакырып койгого уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын маданият жана туризм министринин орун басары Кожогелди мырза, Казак Республикасынын атайын ыйгарымдуу элчиси Бейбут мырза, ошондой эле Казак Республикасынын эл артиси, Казак мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты композитор Алтынбек Корозбаевди чакырайм. Кадырлуу өнөр күйөрмандары, эки абдан окшош нерсени кыргыздар кулундун эки көзүндөй деп айтат. Эки аябай окшош нерсени казактар ботонун эки көзүндөй деп айтат. Мына ошол кулундун эки көзүндөй, ботонун эки көзүндөй окшош эл бул кыргыз менен казак. Кыргыз менен казактай тили, дили, дини, жан дүйнөсү, өңү түсү, ал тургай кийими, каада салты, барысы өттө окшош эл дүйнөдө башка жок деген маалыматтар бар. Ал эми кыргыз менен казактын ыр дүйнөсү ушунчалык башка элдерди таң калтырып келет. Бирок канчалык окшош болгон менен айырмачылык биздин ыр дүйнөбүздө байкалып турат. Казактын ырларын уксаңыздар ушунчалык бир кенендик, ушундай бир далаадай болгон кенендик, чексиздик, мейкиндик жатат.
Кыргыздын ырларын карап көрсөңүздөр, бийиктик жана тереңдик жатат. Мына ушул өзү кыргыз менен казактын ырлары өздөрүнүн улутунун образын, эл жеринин өзгөчөлүгүн көрсөтүп турат. Биргелешип ырдаган, биргелешип салтанат курган учурларыбыз көп болсун деген тилегимди айткым келет. Бүгүн биздин министрибиз Ибрагим Кожоназарович Ошто иш сапар менен жүрүп атат. Телефондон атайын ошол бир кыргыз казак салтанатын менин атымдан дагы кызуу куттуктап кой деген бир өтүнүчүн айтып кетти. Андыктан дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Кайырлы кеш, құрметті өнерсүйер қауым, кайырлы кеш, құрметті Қазақстаннан келген Әлқиса ансамблінің мүшелері, кайырлы кеш, Қамбархан ансамблінің мүшелері, кайырлы кеш, Алтеке. Жаңа мына министрдің орынбасары айтты ғой, қазақта түйенің қош өркөшіндей дейді, қазақ пен қырғызды. Басқаша айтқанда, төскейде малы, төсекте басы қосылған бауырлас қазақ-қырғыз өнер шеберлерінің бірлесіп әзірлеген концерттік кешінде бүгін біз сіздермен бірге бас қосып отырмыз. Бұл кеш Тарлан талант иесі, Қазақстанның халық артисі, Қырғызстанның еңбек сіңірген артисі, әнші, қырғыз бен қазаққа түйенің қос өркешіндей бірдей Алтынбек Қоразбаев ағамыздың бастамасымен және осы Қырғызстандағы Қазақстанның елшілігінің көмек көрсетуіменен екі елдің ортасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың орнатылғанына 20 жылдығына арналып жатқанын ерекше атап өткім келеді. Жалғай берсін құдалықты ер жігіттер, гүл қыздар, екі елге ортақ Манас, Абай көгіндегі жұлдыздар. Қырғыздардан асқан туыс болған емес қазақта, ал қазақтай бауырды таба алмайды қырғыздар. Деп жырлағандай өнер кешіне қош келдіңіздер. Ал қайырлы кеш, құрметті бауырлар, туғандар, байкелер, тайкелер. Енді мына бір-екі айдың жүзі болды мінекей, жақындаған Алматыда ошол концерт болған, айырмашылығы бір-бірінен ешқандай жоқ деп айтам мен. Концерттің аты Алматыда тамыры бір байтерек, қазақ-қырғыз бір туған деп баштағабыз. Жаңа мына министрдің орынбасары оқшоштық жөнінен біртілай әңгіме айтты, мен де ошодан бастайын. Оқшоштық сонау 1000 жыл бұрын Манас бабамыз бенен алпамыз біздің батырдан бастаған деп айтарым. Одан бері келсек, Тоқтоғұл ұлы сіздердің композитор, әнші, ырчы, қомысшы Тоқтоғұл Байкеден бастасақ, атамыздан аны Жамбылға теңеп қойар едім мен. Адам бері келсек, Шыңғыс Байкеміз бенен Абай атамызды мен немесе Мұхтар Әуезовті мен теңер едім. Адам бері келсек, ұлы Шәмші Қалдаяқов композитор менен сіздердің Рысбай Абдықадыровты теңер едім. Ошындай оқшаштыр өте көп. Тіпті мына Қамбархан менен Әлқиса да екеуін оқшайды. Ошылай емес пе? Осы оқшаштығымыз 1000 жылға жалғасын ағайын. Кезінде кеңес дәуірінде бүткіл қазақтың айылдарында, сонау кичинекей алыстағы айылдарында қырғыздың концерті, қырғыздың спектакльдер болып ататын. Ал енді Қырғызстанның со тоу-тоудың арасында біздің қазақтың артистері жүретін. Құдай осыған жеткізсін, ары қарай екі ел тату тәтті, әр уақытта да осындай жақсы кездесулерменен бас қосып отырайық. Чоң рахмат. Абалтадан қырғыз қазақта салтанаттарды, чоң жиындарды ақындар баштаған. Ошол салтты улап Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындағы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Залкар Төкмакын Замирбек Үсөнбаев сиздердин алдыңыздарда. Өзгөчөң елім жайдарың, анткенің өнөрдүм бүгін майрамы. Көкөлөп турат той көрктөнүп, мына достуктун шаңдуу байрагы.
қалпылат деп ойлаймын сахнада қара көсө сүргүдөй каймагы. Құтты болсын екелдің бүгінгі құр чалған толқындай майрамы. Андықтан ақтаңдай тілді бүгін бір чаппайт деген еміне. Ағайын елдің көңілін ашпайт деген еміне. Елгі құмарым бүгін бір жазбайт деген еміне. Бүгінгі сонын салтанат менің дем қошып тұрат. Деміме де кеп қошып тұрат кебіме. Ең біріншің айтарым қанатташ қазақ туғандар. Келгеніңер құт болсына, мына кеңпейіл қырғыз жеріне. Тарихы бір тағдыр біл, біз тайманбай өскен елденбіз. Жақшылық менен жамандық қырғыз қазақ тарихта жақшылы барын көргенбіз. Қырғыз қазақ бір туған, қиына сынауны, қиналбастан жеңгенбіз. Ошолдордон бүгінгі ырыбыз менен келгенбіз. Ошолдордон бүгінгі сыйыбыз менен келгенбіз. Ойлап көрсек туғандар, мына отырған ушулдой барыңар, мына жашың менен дой қарыңар. Анткени жанагы сүйлөгөндөр айткандай, сүйкүмдүү сөздү тапкандай, адамдар чыккан экелден аламга аты таанымал. Анткени казак кыргызтой каны бир элдин жаны бир. Салтыбыз да бирдей, наркыбыз да бирдей, үнүбүз да бирдей, түрүбүз да бирдей. Ал эмес калпак кийсек кырданып, кабагыбыздан окшошот. Анан өзгөчө бирден окшоштук. Эртеден кечкен эт жейбиз, эт жемейинче кетпейбиз, тамагыбыздан окшошот. Кыскасы, 1 саат керек менимче казак кыргыз экелдин каадасын бүгүн коскозок. Андыктан бүгүн барыңа, жашы менен дой карыңа, өзгөчөң айтарым элим бүгүнкү карачы шаң кошулдуң ой шаңыңа. Келгениңерге рахмат, кенеге керемет өнөрдөй залына. Ал эми өнөр жагын алганда, домбура менен комустун добушун укпай калгандар өзгөчө болордун арманда. Ошондуктан дой бүгүнкү өзүңүздөргө белгилүү туугандар окшошуп турат ушул күн бир орошон сонундой майрамга. Анткениним дой себеби мына кей сунгандай тала гүлдөрүн, сүйкүмдүү небир күүлөрүн камбаркандай эгер аткарса, адамдын чынында байкап турсаң булардын ар кандай сонун ырлары, ар кандай сонун ырлардын болбосо күүлөрүн аткарып берет той түрлөрүн. Камбарканы кыргыздын булардын кайрыгы жанды жашарткан, кайрыгы көңүл тазарткан. Ал эми ырлары менен күүлөрү мына булактай тунук тазаккан, атагы чыккан калкына мына алкиса келди казактан. Ал эми кыргыз менен казактын булбулдар келди сайраган, бир уккан адам чынында уккусу келген кайрадан. Бүгүн ала канчаап кол чаап элим алардан аябастан пайдалан. Анткени күнүгө келбейт жериңе, күнүгө келбейт төрүңө. Ошондуктан жакшырдатпай калдык деп анан үйгө барганда кейбе. Андемесең ой туугандар, силер каалап отурсаң бүгүн бир сыймыктуу айтчыңырлар бар. Эңсеп турса туугандар, бүгүн элирип төкчүңырлар бар. Аман болсо дайыма Ак Ала тоонун жеринде ак калпак кийген кыргыздар, кенен тала жеринде кемеңгер казак элибиз. Мындай астыда биз көрчү далай жыйлар бар, сырлар бар, биз ырдоочу ырлар бар, биз көрчү далай жыргал бар. Ошонун баарын амандык менен көрөлүң агайында туугандар. Андан көрө туугандар мына отурган ушул шайырдын кыйлага кетти дайыны. Булар кыргыз элдин шайыры, канчага кеткен дайыны, казак элдин шайыры. Кубантысыңдар менен кутманды белим барыңа. Дагы бир жолу косколдуң ошоң экелдин кылымдык келген дой тарыгы. Эмесе кыргыз казак экен элдин дайыма кылымдар болудой би дайыма. Ушундай кызматы сонундой журт болсун деген себебим ийгиликтери бир болбой, ийгиликтери жуп болсун. Аламат кырсык деген сөз биздин айлыбыздан сырт болсун. Буйруса кыргыз казак бир тууган кылымдардан өчпөстөн. Ушундай кубанычы кут болсун. Замирбек Үсөнбаев. Казак күйүүсү көр оғылы эл аралык конкурстун лауреаты Алкиса эл аспаптар ансамблі жана Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблі аткарат. Көркөм жетекчиси жана дирижеру Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Рызбек Жумакунов.
Жаяу Мусанын ыры, Аксиса, Қазақстан маданиятына эмгек сіңірген қызматкер Курманбек Алимқазы атқарады. Курманбек Алимқазы. Қазақ елері Куштар ыры. Сахнада Камбархан ансамблінің солисткасы Кундуз Таштаналиева. Qara
элдин күү жайма коңур Алкисса эл аспаптар оркестр аткарат. Alkissa el aspaptar ансамблі. Нурлан Нышанов, Кулун, Камбаркан фольклордық этнографиялық ансамблінің атқарысында.
Ашыралы Айталиев нарындан жазған саламғат. Сіздерден алдыңыздарда Камбаркан фольклордық этнографиялық ансамблінің ырчы жігіті Улан Качкыналиев. Жақшелек шайыр шаттанған, алысқа сапарланған, қимылдап пойыздар атсаң ай қылғырып көзден жаштанған. Жөнөдің нарын қалағай, ынағым кетпей самадан, жүзімдей ұшқан мөліктері бар, жүзіңнен жаным салады. Ербукет гүлді суынардай, түйітті күнге қапталған. Саламат есен бармын деп, ұзатып қандай бағзамдан. Ойласам болым өмір шат, жолықсам деймін қайрама, қиятымда жын жатқанмай. Нарындан жазған саламды. Элдик койчу Алкисса эл аспаптар ансамбль аткарат. Жеке доулбас аспабында Рахымжан Серикбаев.
Кеңеш Дүйсекеев, Шөмішбай Сариев, Қарағым ай. Эл аралық фестивальдардың лауреаты Сүлеймен Ибрагимов алдыңыздарда. Қарағым ай, сұлулық осындай болады екен. Бір басқа армансыз қонады екен. Адамдар өмірге қонақ екен. Шынымен бұл дүния шолақ екен. Қарағым ай, неліктер осылай жосады екен. Жолыңнан сені кім тосады екен. Бұл көңіл неліктен босады екен. Ол тағдыр сені кімге қосады екен. Қарағым ай, қиылып үзіліп қарадың ай. Қараған қандай сұлу жанарыңа. Қарағым ай, бұл өмір осылай өтеді екен. Сүймесең дүние бекер екен. Парақтап жинасаң бар ғұмырың, бір сүйген күніңе жетемекен. Қарағым ай, қиылып үзіліп қарадың ай. Қараған қандай сұлу жанарыңа. Қараған қандай сұлу жанарыңа. Сүлеймен Ибрагимов, қазақ маданиятының қайраткері. Қырғыз елері іздеп жүрім. Қырғыз Республикасының емгек сіңірген артисткасы Делишат Қангелдиев ардайды. Көбеченен іздеп жүрім, өзіңі көңілімді түздеп жүрім. Түшімді атқарыбай сен деп сөйлеп, үнімді ай жолыққанда сезіп жүрім.
сөз қылса қыздар сені қызғанамын. Айлыма келер бекен бастырып деп, азат туғай әлі түнді ұқтамағын. Sen menен bulduqtaşıp bölmölüyorsun, akçabak balık bulup böldüynosun. Asılıp çarçasan da moyununa, kumarıma yıkanmayınca cün koybosun. Asılıp çarçasan da moyununa, tarınçına yıkanmayınca cün koybosun. Kumarıma yıkanmayınca cün koybosun. Рысбек Жумакунов Бозинген Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбль аткарат. Kambarkan ансамблі. Ансамбльдің көркем жетекшісі жана башкы дирижері Рысбек Жумакунов. Біздің екі елдің достығы енді ғасырлардан келетқан достық. Бұл енді біз төсекте басы, төскейде малы қосылған ел дейді ғой. Қызын алып, қазақтың қызын келін қылып, қырғыздың қызында бізде елде ежелеріміз болған, апаларымыз болған, қырғыздың бұлай араласып жатқан. Сондықтан біз бала кезімізде ешқандай бұл айырмашылықты екі елдің екі бөтен екенін сезбеген едік. Сол лайымда осы достығымыз әрқайым бола берсін.
Енді орыстың әнін айтам мен, басқа ұлттың да әндерін айтып жатам, бірақ қырғыздың әні менің жүрегіме өте жақын. Осы концерт үлкен істің бастауы болса екен, арамыз үзілмесе екен, достығымыз айырылмасын, ылғи да осы жақсы күндерді жақсы ниетпенен халықтың көңілін көтеріп, кереметтей жақсы күндерде кездесе берейік деп ойлаймын. Сахнада Қазақ Республикасының еңбек сіңірген артисті Бағдат Самидинова. Çalım göründüm gelet Sasan bulut çatırsan çal kançağa mindim Alarcam üstün canaşam Alışım oynop çürüsem deyim çal Altı biri caşar balacam Алкиса эл аспаптар ансамблі жана Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблі биргеликте аткарышат. Дирижеру Кайыргазы Төлен.
Alkissa El Asbaptar Ansambli jana Qambaqan folklorlik etnografik ansambli dirijori Qayerg'azin Tole. Konya Bıtıkay atqaruvchi Alkissa El Asbaptar Ansambli. Oy bulbul, oy bulbul, oy bulbul, oy bulbul, oy bulbul gelip basında dönüver. Geliştin kanacı parada gül dönüver. Gelişkere eline saldın sen bulbul gelim afonun dönüver. Oy oy güdüresin bulbul kara kız, güygünden kana bulbula aytkansız, aytamın şattıktın doğru da bir güdep, şangandın kana bulbula yerigin dep. Buralıp kanna basıp türülönüp, munkantın kanacı para gül dönüp, degim onumdu boşote. Oy bulbulu bura kanar gelin dönüp ah. Degi sen jarkıldaysın oy bulbul, yaşıldan kana giyip cibekti, degi bulup onasın totu de. Oy bulbul
gelişip kanla müçün jaralgan diysen beri gana giyim jaraşıp degi sagınganda görüse oy bulbulu kuldum bir kısa karbaşı var ya oh oy bu oy bu oy bu oy bu Бакыт Шатенов. Бакыт Шатенов. Рысбек Жумаконов, Түркістан кайрыктары. Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбль аткарат. Kambarkan folklorduk etnografiyalik ansambli. Alkisa el asbaptar ansambli. Sıbızgı, şangobız, sastırnay asbabında jeke atkaruvchi Gauhar Smagulova.
Alkissa ansambli jana solistlar Ravzan Ismagulova. Ашыралы Айталиев, жылқычы, республикалық Кенен Әзірбаев атындағы қару сынақтың баш бәйгесінің иесі Гүлім Алшынова. Шырылдаң, Камбарқан фольклордық этнографиялық ансамбль атқарат. Дирижеру Қырғыз Республикасының маданиятына эмгек сіңірген ишмер Рысбек Жумақонов.
Алтынбек Қоразбаев желдірме Алкиса El Аспаптар ансамблі. Жеке прима комызда Қойшыбаева Асия. ансамблі жана Асият Қойшыбаева. Кені қазақ менен қырғыздың тамыры бірге, өзіңіздер білесіздер. Ата бабадан келе жатқан біздің қағда салтын арқыбыз деле, чүчкіргөніміз, жөтөлгөніміз деле оқшашта. Мындай айтқанда. Мисал үшін бізді аламды бағындырдық деп мақтанғанымыз менен бәрібір мына қырғыздың музыкасын, қырғыздың күйлерін қазақтай түшіне бербейді. Ошол эле мезгилде қазақ элгинин домбурасы мындай желпип күй черткенде кыргыздай термелип түшүнүп уга бербейт башка өлкөдө. Мисал үчүн да ошон үчүн мен өзүм абдан толкунданып атам. Ушу коңшулаш турган эки агайындын балдарындай болгон казак кыргыздын ортосундагы узак жылдардан бери мындай бир жүрөктүү бир термелткен. Анан азыр жаштар өзүңүз билесиз да. Ошол эле Кыргызстандагы жаштар керек болсо бизди тааныбай баратат. Ал эми Казакстанда деле ошол эле трагедия көрүнүш. Ошон үчүн бул келечек муундарга чоң сабак болот. Алар дүйнө таанымы, маданият аркылуу улутту тааныйт. Анан аздектейт, анан кастарлайт дегендей. Мына ошондой бир өзүнүн терең мааниси бар концерт деп ойлойм. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Казак Республикасынын эмгек сирген артисткасы Саламат Садыкова.
жолбына жарқылдап сүйгім өліші жырғатқан боз ой ой чилген жаштықтың жұбар ей ақылың тұлдақтай арқар көз күйген шырақтай айымда бірген баратсақ о чилген қалабың арман тұрмақтай ей мен бұлбұл ғана таңдаған тамшыған сен бір гүл тодынан қыран табадаған сен жолым ой шіркін айдай өмірдің алыс сапарын айдасақ деймін қайығын жаштықтың антына көлден ой шірген қармаса алтын балығын ей Саламат Садыкова. Нургиса Тлендиев жекпе-жек. Алкиса эл аспаптар ансамбль аткарат. Ансамблі. Сіздердің дүркіреген қолчауыңыздар менен Қазақстандың ел артисті, Қырғыз Республикасының эмгек сіңірген артисті, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Алтынбек Қоразбаев алдыңыздарда. Жүріп арғы бабасы, бір гүлі берке баласы, тағдырлаш болған әрқашан, таразым менен талласы. Бекзел әрке қырғыздың, бекемдей берсен арасы.
bekemdey bersen arası, bir bolup tolsu dallası, bir bolup saysanası, körüşleş bal kaşısı köl, gözümün yeke karrası, körüşleş bal kaşısı köl, gözümün yeke karrası. Ay, gözümün yeke karrası. Bolup tutkan namazı, bir bolup jutkan avvası, almanın iki jağınday, Almatı Bişkek kallası. Güzel Kazak Kırgız'ın yemide jakın arası. Almatı Bişkek kallası. Ay, bekemdey bersen arası. Атай Огонбаев, Машботой, Алкиса жана Камбаркан ансамбльдеринин аткаруусунда дирижерлору Кайыргазы Төлен жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Рысбек Жумакунов. Elkisa El Asbaptar Ensemble. Atakan Folklorluk Etnografiyalık Ensemble. Андемесе азыркы сөздүн кезегин
Кыргыз улуттук филармониясынын башкы директору Замирбек Үсөнбаевга берсек. Туугандар, мына бүгүнкү салтанатыбызды, бүгүнкү кубанычыбызды, бүгүнкү биздин бир сүйүнүчтүү күнүбүздү коштоп, шаңыбызга шаң кошуп, кубанычыбызга кубанч кошуп бергениңизге чоң рахмат. Ушундай концерттер Астанада, Алматыда, Бишкекте, Ош Жалал-Абадта боло берсин. Кайсы жерде жүрсөк да элдин ынтымагы бирге болуп, аман эсен бололу. Чоң рахмат. Бордош кыргыз казактын достугу мындан ары дагы улана бермекчи. Себеби биз тарыхы, тагдыры бир тууган элбиз. Комуз менен домбуранын шаңдуу добушу түбөлүккө жаңырып, бир туугандыкты таңазалай берсин. Алатаудан Алатоого атайын атарытып келип, бизде кубанычка бөлөгөн казак бауырларга жана биздин өзүбүздүн артисттерибизге чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Ушуну менен бир туугандыкты, достукту таңазалаган Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын дипломатиялык катнашын түзүлгөнүнүн 20 жылдыгына арналган концертибизди аяктадык. Тарыхын айтып кайрыктын, талантка таасир жайылттың, гүл каралаш күү чертип, күү атасы атыктың. Ниязалы Борошов, Гер Жорго.
Шекербек Шеркулов, Эрке кыз. жарқын іздеді билінбей сұлтан бақыт бей күлкі шапсыл кештері бар алдан жақын тартылды махаббат күші артынып адалықтар бір қимылы арекке қалды тартылып қозғалып ішті кеміріп музыкадан сөз береді Bilbedin taqdir alındı Men жаққа салып алынды Ан сайын күчеп тикті Алы сүй жалыны Қатыл
сыйлап кара жаланып сен бири жүрдүң айланып алтарып турдум чет жакта жүрөгүм сага байланып алып алкыштанымда тарагы караңтаңында бөлөнүп калдым узактай бөлөктөр кетти жанымда
beydi. Yete geldi maydanım, beylele jakşı jaydarım, körü maydanım, alımdan görü bir jakşın. Adam kan göğe bayıla koşuyorum. Soktavulu tersen yaş kıyamı, basan bulu yalım kan, aksayı dolu ongallı bay, bulgasan bulu yalım kan, asın keli gönlüde, yere kazanana bulu. Geldim bir kanadımda, geldim ne var?